Дәрігердің қателігінен пәк қыз жүк болып қалады. Соңғы кездерде хоррор фильмді көп айтасың, детективті айтасың, үлкендерге арналған фильмдерді айтасың, комедияны неге айтпайсың дейтін жандарға дәл осы видео арналады. Комедия жанрындағы осы бір дораманы ұсынамын. Осыдан бірнеше жыл бұрын шыққан дейді. Қыз кейіпкер қыз, ол жасы біразға келіп қалған қыз, тұрмысқа шықпаған, ешкіммен ешқашан жыныстық қатынаста болмаған. Өйткені ол тұрмысқа шыққаннан кейін барып қана өзінің жарымен боламын дегенге келеді. Өзінің сүйікті жігіті бар, детектив болып жұмыс жасайды. Бақытты. Бір күні ол гинекологқа қаралады. Сол кезде гинеколог дәрігері қателесіп, жасанды ұрықтандыруды осы қызға жасап қояды. Енді әрине ол мүмкін емес деп жатасыздар ғой, енді әрине кино ғой, дорама ғой. Сондықтан да сол қыз солай жүкті болып қалады. Содан кейін не істерін білмейді. Ол осы жасанды ұрықтандыру арқылы оның баланың әкесі кім деген сияқты сұрақтар көп болады. Барлығы да әрине табылады, бірақ күлкіге қарқ қылатын жерлері өте көп. Сондықтан да қыздың қалай болады соңында, кімге қосылады, детектив жігітке қосыла ма, әлде осы жаңағы баланың әкесіне қосыла ма, сонысын соңына қарай көресіздер. Сондықтан да көріңіздер, комедияға толы дорама. Дораманың аты «С этого дня мы».